Бәрі басынан басталады. Тұрсынбек пен Мөлдірдің құшақтасқан видеосы тарады. Әлеуметтік желіде әзілкеш Тұрсынбек Қабатов пен оның бұрынғы жары Мөлдір Мұханова бейнеленген видео таралып, жұрттың қызу талқысына түсті. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Желіде тараған кадрлардан Тұрсынбек Қабатовтың соңғы концерттерінің бірінде көрермендер қатарында отырған Мөлдір Мұханованы көруге болады. Ол әзілкештің сахнадағы өнерін қол шапалақтап, ерекше ықыласпен тамашалаған. Кейінірек концерт аяқталған соң, Мөлдір Мұханованың сахна сыртына өтіп, бұрынғы күйеуінің қасына барып, бірге суретке түскенінде видеоға түсіп қалған. Бұл жайт желі қолданушылары арасында түрлі пікір мен болжамдардың тууына себеп болды. Көпшілік Мөлдір Мұханованың әрекетін әрқалай бағалап, пікірлерін ашық білдіруде. Тұрсынбек ол кешірім сұраған видеоны өтірік деп жоққа шығарды ғой. Осылай баптап, бағасын білмей кеткенінде өкінішті. Мөлдірдің екі көзі Тұрсынбекте мақтанып, марқайып отыр. Күйеуін қатты сүйгені көрініп тұр. Кешіруге тұрмайтын. Балаларға әке керек, табыс керек. Құда жекжат болады. Қажет емес, кешірмесін. Балаларың аман болсын Мөлдір. Қандай жарасымды жұп еді, деп жазды желі қолданушылары. Құрметті көрермендер, менің ойымша бұл видеодан үлкен қорытынды шығарып, асығыс пікір айту дұрыс емес. Бұл екі ересек адамның өмірі. Олардың арасында болған жағдайды сырттан ешкім толық білмейді. Мөлдірдің концертке келіп, қолдау білдіруі адамгершілікке, сыйластыққа да сай қадам болуы мүмкін. Кей адамдар ажырасса да, өткен жылдарды, ортақ балаларды, бірге кешкен өмірді жоққа шығара алмайды. Сол себепті бір сахнада, бір кадрда көрінді екен деп, табысу немесе қайта қосылу деп ойлау артық сияқты. Бұл жерде тек мәдениетті қарым-қатынасты ғана көруге болады. Жалпы қоғамның мұндай жеке мәселеге қатты үңілуі де ойландырады. Әр отбасының өзінің сынағы, өз шындығы бар. Көпшілік ретінде бізге үкім шығару емес, түсіністік таныту жарасар. Тұрсынбек те, Мөлдір де ел алдында жүрген адамдар. Бірақ олар да ең алдымен атана, адам. Ең маңыздысы балалардың амандығы мен тыныштығы. Ал қалғаны уақыттың еншісінде. Бұндай сәттерде шу емес, сабыр мен сыйластық керек деп ойлаймын.